жолдасың, өмірдегі жолбасшың. Жақын жүрсең оған сен, жаман бала болмассың. Жақын жүрсең оған сен, жаман бала болмассың. Табыстырам бәрімен, өлең жыры әнімен, өрісіңді кеңейтем. Кітапта алма ағашы, жемісін біздер теретін. Тәтті алмаға балашы, кітабыңның әр бетін. Ал достарым, кітап туралы не айта аласыңдар? Наданмен дос болғанша кітаппен дос бол. Жақсы кітап жаназығы. Кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы. Кітапты сүй оқы, көңілге тие оқы. Кітап қалым, тілсіз мұғалім. Кітап көзі жұмыққа арзан, кітап көзі ашыққа маржан. Кітап алтын қазына. Жарайсыңдар балалар. Ендеше балалар, мен сендерге үй тапсырмасы ретінде жерлес ақын, балалар әдебиетінің ақыны Қадыр Мырзалидің өлеңдерін жақтауға берген болатынмын. Дайынсыңдар ма? Қадыр Мырзали не үшін? Екі көзі не үшін керек? Жақсыларды көру үшін. Екі қолы не үшін керек? Елге көмек беру үшін. Құлақ деген не үшін керек? Ақыл кеңес тыңдау үшін. Жүрек деген не үшін керек? Жауланнан қынбау үшін. Түрме жағы не үшін керек? Ақиқатты айту үшін. Ал аяғын шетте жүрсең туған жерге қайту үшін. Жарайсыңдар. Тағы кім дайын балалар? Мен. Қадыр Мырзали кәмпит. Азуы тісім ауырды, жатып қалдым бүк түсіп. Тауыстан бар сабырды, бір жақ ұрдым кетісіп. Қарындасым монтиған моноқтап көрмейді. Ұртымдағы томпиған кәмпитінен бер дейді. Тамаша, қане қол соғайықшы балалар. Тағы кім дайын? Айта ғой. Ол Қадыр Мырзали самаудың, ол бәріне төзеді, ел көңілін сезеді. Әжем атам шөлдесе, бұрқырайды өзегі. Сүт күлесең жайнайды, қып-қызыл шоқ жайнайды. Керек кезде қонақтан бұрқса етіп қайнайды. Туысқанның төрінде ыстық шайма кезегі. Бұл самаудың бойдағы барын салқып береді. Қадыр Мырзали, алшы көкем оғынып, жүрек көрмей бүлініп. Ұя деген мейірім, ұя деген зауық. Қиядағы бір күтті, қандай пәле үркітті. Кім болсаң да бауырым, ұя деген бір күтті. Оны қалай қиясың, қисаң қайда сиясың. Мұзғанмаған болмайды, қарлығас ұясың. Жарайсыңдар балалар, мен сендерге ризамын. Ендеше келесі кітап ұрышында кездескенше сау болып тұрыңдар. Сау болыңдар.